Сәлем достар, бүгін біз сіздермен үшбұрыштың үш элементі бойынша үшбұрыштарды салуды қарастырамыз. Берілген тапсырмада бізге үшбұрыштың екі қабырғасы және осы екі қабырғасының арасындағы бұрышы берілген. Алдымен біз қалай бастаймыз? Біз бірінші P1, Q1 қабырғасына тең болатындай кесінді түзу жүргізіп алайық. Түзуімізді жүргіземіз. Кез келген А түзуін жүргіздік. Осы түзудің бойынан P1 Q1-ға тең болатындай кесіндінің ұзындығын өлшеп аламыз. Сіздер циркульдің көмегімен, мен лентаның көмегімен өлшеп алам. Яғни осы ара қашықтықты өлшеп алам. Осы ара қашықтықты осы түзуге салам. Осы екі нүктені А, Б деп белгілеймін. Яғни мына ара қашықтық қанша болса, мына ара қашықтық да соншаға тең. Яғни үшбұрыштың бір қабырғасын салып алдық. Енді бізге осы бір А төбесіне тең болатындай мына бұрышты өлшеп салуымыз керек. Ол үшін алдыңғы сабақтарда біз сіздерге салғандай берілген бұрышқа тең бұрыш салу тақырыбын қарап, осы бұрышты тең саламыз. Оны еске түсірейік. Оны салу үшін алдымен бұрыштың центрін белгілеп, осыған тең болатындай шеңбердің бөлігін жүргіземіз. Яғни осы ара қашықтықты сақтай отырып, біз мына ара қашықтықта соны саламыз. Және бұл жерде белгілеп алсақ, О төбесі болса, мына нүктені кез келген нүктемен S деп белгілейік, мына нүктені Т деп белгілейік. Яғни шеңбер жүргіздік, радиусы OS-қа тең болатындай шеңбер жүргіздік. Осы шеңбер центрі А болатындай, осы нүктеде қиылысатындай шеңбер жүргіздік. Енді келесі шеңбердің центрі С төбесінен болатындай, радиусы Т-ға тең болатындай екінші шеңбер жүргіземіз. Бұл екі шеңбер бір нүктеде қиылысты. Ол жерде Т нүктесінде қиылысса, бізде мына нүктеде қиылысатын көріп тұрмыз. Мына нүктеде қиылысты. Біз енді осы А түзуімен, осы нүктені, А нүктесімен осы нүктені түзуімізді сызғыштың көмегімен жалғастырып сызамыз. Яғни түзудің бөлігін саламыз. Біз бұны ұзынырақ қып сала береміз. Енді біз сіздер циркульдің көмегімен, ал мен лентаның көмегімен P2, Q2 екінші қабырғасын өлшеп алам. Сіздер циркульдің көмегімен, мен де лентаның көмегімен. Осы ара қашықтықты центр бас нүктесі А болатындай, мына жерге шеңбердің бөлігін жүргізем. Осы нүктені біз балалар үшінші төбесі С төбесі деп аламыз. Осы төбе мен Б төбесін қосатын болсақ, берілген үш элементі бойынша ABC үшбұрышын салдық. Яғни бұл жердегі екінші қабырғасы P2, Q2, ол бізде AC қабырғасына тең. Енді салу есептен жүргізіп болдық. Енді есептің қысқаша жазылу тәртібін қарастырайық. Біз алдымен естедік. Яғни біз алдымен кез келген А түзуін жүргіздік. Осы түзудің бойынан P1, Q1 қабырғасына тең болатындай А-вы қабырғасын жүргіздік. А-вы қабырғасын, яғни циркульдің көмегімен өлшеп салдық. Келесі, екінші кезек біз бұрышты салдық. Осы бұрышты салу үшін біз шеңбер жүргіздік. Центрі О нүктесі болатындай, радиусы OS-қа тең болатын шеңбер жүргіздік. Осы шеңберді біз екінші мына шеңберге де салдық. Шеңбердің центрі А болатындай, ал радиусы OS өзгермейтіндей шеңбер жүргіздік. Және біз келесі шеңбер жүргіздік. Шеңбер, яғни бұл екі шеңбер тең. Тағы шеңбер жүргіздік. Центрі S нүктесі болатындай, бірақ радиусы ST болатындай шеңбер жүргіздік. Оны біз тауып алған мына қиылысқан нүктемен. Бұл нүктені бізде жоғары Т деп белгілейік. Яғни шеңбер жүргіздік. Т нүктесінен басталатындай, бірақ радиус ST өзгермейтіндей шеңбер жүргіздік. Қиылысқан екі нүкте. Бұл нүктені Е нүктесі деп белгілейік. Осы АЕ нүктесін қостық.
пайда болған АЕ нүктесін қостық, түзу жүргіздік. Енді тағы да циркульдің көмегімен P2, Q2 кесіндісін өлшеп алдық. P2, Q2 кесіндісін өлшеп, осы А нүктесінен басталатындай AC кесіндіні өлшеп алдық. Осы нүктені біз CV мен қостық, CV мен қостық. Сонда бізде пайда болды ABC үшбұрышы. Яғни салу керек болатын ABC үшбұрышын. Яғни бұл жерде біз балалар сіздермен өткен қарапайым салу есептерінен берілген бұрышқа тең бұрышты салуды қолдандық. Келесі кездескенше сау болыңдар.